Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге табиғи анар шырының үй жағдайында қалай дайындалатынын көрсететін боламын. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен анарды 4-5 сағат бұрын морозильникке салып қоямыз. Немесе 1-2 күн бұрын салып қойсаңыздар да болады. Морозильниктен шығарғаннан кейін 10-15 минуттай бөлме температурасында тұру керек. Одан кейін жуып аламыз, қабығынан тазартамыз. Осындай кіші бөліктерге бөліп аламыз. Арасында осындай үлкен қабықтары шықса алып тастаймыз. Кішкентайларын алмасаңыздар да болады. Блендерға саламыз. Үстіне жарты стакан қант қостым. Одан көп немесе аз салсаңыздар да болады. Толықтай езіп аламыз. Екі литр суға езілген анарды салып араластырамыз. 15-20 минуттай тұру керек. Одан кейін басқа бір ыдысқа сүзіп аламыз. Өте тез дайын болады. Анар шырының денсаулыққа пайдасы өте көп. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.